Сәлеметсіздер ме? Құрметті менің оқырмандарым. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Эссенің түрлері. Сипаттамалық эссе. Сипаттамалық эссенің мақсаты адамның, жердің затын немесе дебаттың бейнесін сипаттау болып табылады. Детальдар арқылы оқырманға сипатталған затты елестеткізеді. Анықтамалық эссе. Анықтамалық эссенің мақсаты дәлелдер, терминдер және анекдоттар қолдану арқылы берілген терминнің мағынасын ашу. Салыстырмалы немесе кереғар эссе. Салыстырмалы немесе кереғар эссенің мақсаты екі немесе одан да көп мәселелердің қарым-қатынастарын тарқатып жазу. Жалпы, басты мақсат жеңіл-желпі айырмашылықтар мен ұқсастықтар табуы, жеткіліксіз екенін көрсету. Бірден көзге түсе бермейтін болса да, олардың арасындағы маңызды айырмашылықтар мен қатынастарын терең зерттеу нәтижесін көрсетеді. Дәлелдемелік эссе. Дәлелдемелік эссенің мақсаты айтылған оймен оқырманды көндіру, оқырманның зейінін аудартып қатаң дәлелдер көрсету арқылы жазылады. Аргументтік эссе. Аргументативтік эссе көбінесе қарама қайшылық тудыратын тақырыптарда жазылады. Аргументтер қолдайтын себептермен бірге берілуі тиіс. Қарсы ойларды көрсету немесе оларды жоққа шығару бұл эссе типінің жалпы сипаттамасы. Аргумент деген не? Аргумент дегеніміз логикалық негіздемелер, мысалдар мен зерттеулердің көмегі арқылы дәлелденген белгілі бір шешім. Аргументативті эссе даулы тақырыпқа жазылған әдеби шығарма. Басқаша айтқанда қосыламын және қарсымын деген сияқты даудырушы кейбір тезистерді қорғайды. Әдеби эссе. Әдеби эссе басқа эссе түрлеріне ұқсамайды. Біріншіден, ол әдеби шығармаларға негізделген. Екіншіден, автордың айтқысы келген идеяларын болжап түсінуге негізделген, яғни түсіндірмені қажет ететін пікірталас немесе жұмбақты табуды қажет етеді. Ол үшін тәжірибе керек. Таңдаған шығармаңызға басқа көзбен қарасаңыз. Ерекше қолданылған әдеби жанрлар, күтпеген сюжеттер мен оқиғаларға, тіл ерекшеліктеріне толы болады. Әдеби эссе түрлерінің ішіндегі ең күрделісі. Ол жазылу мақсатына қарай әдеби талдау эссе, әдеби сыни эссе, әдеби синтез эссе, әдеби дәлелдеме эссе, әдеби салыстырмалы эссе, әдеби шығармашылық эссе болып бөлінеді. Әдеби эссенің әр түрінің жазу әдістері бар. Әдеби талдау эссені туындыға талдау жасай отырып жазады. Әдеби сыни эсседе автор көзқарасына, автор бейнесіне, автор үлесіне, сыни көзқарасын, пікірін білдіріп жазады. Әдеби синтез эсседе бір тақырыптың бірнеше туындыдағы көрінісін талдай келе, шешім шығарады, шешіміне талдау жүргізе отырып, қорытындыға келеді. Әдеби дәлелдеме эсседе өз ұстанымын көрсете отырып, аргументтер арқылы дәлелдеп жазады. Әдеби салыстырмалы эсседе туындыны басқа туындымен және сол туындыдағы кейіпкерлерді, оқиғаны салыстыра отырып талдап жазады. Әдеби шығармашылық эсседе көркем туындыдағы оқиғаны өз шығармашылығымен оқиға тудырып және кейіпкер рөліне еніп немесе оқиға уақытына, мекеніне түсіп сезімін, ойын жай-күйін баяндап сипаттап суреттеп жазады. Академиялық эссе. Академиялық эссе ұзақ және қысқа мерзімді қамтиды. Зерттеу жұмыстарына ұзақ мерзімді академиялық эссе тән. Ұзақ мерзімді академиялық эссеге кеңейтілген эссе түрі жатады. Оқушы қызығушылығымен таңдап алған тақырыбына зерттеу жүргізеді. Зерттеу бір жарым жыл мөлшерін қамтуы мүмкін. Қысқа мерзімді академиялық эссе білім алушының оқыған, талдаған, сараптаған білімін бағалау үшін беріледі. Қысқа мерзімді академиялық эссе емтиханға бөлінген уақытта орындалады. Академиялық эссе кез келген пәндер жаратылыстану, гуманитарлық, тіл әдебиет бойынша жазылады. Әр пән функционалдық міндетіне сәйкес білім алушының білім нәтижесін бағалауға бағыттайды.
тіл мен әдебиеті пәндерінің қорытынды аттестаттау емтиханында әдеби эссе жазады. назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.